Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Кавказ кухнясының керемет рецептісі тауық етінен күшті тағам жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен тауық етін жуып, кептіріп аламын. Менде осында тауық саны кез келген бөлігін алуға болады. Тауықтың қанаттарын немесе аяқтарын алуыңызға болады. Осылайша терісін алып тастаймын барлығынан. Содан соң бірнеше орташа тілік жасаймын. Осылайша жеткілікті болады. Үстіне дәміңізге қарай тұз сеуіп, бұрышты саламын. Және кез келген дәмдеуіштерді қосуға болады. Тауыққа арналған дәмдеуіштер, паприка және тағы басқасы. Мен осындай дәмдеуішті қолданған болатынмын. Енді үстіне кішігірім май құйып әрқайсысына және жан-жағынан қолмен майлап шығамын. Дәмдеуіштері барлығы сіңіп алу үшін. Бір ыдысқа салып майлаған ыңғайлы болады. Енді 2-3 орташа пиязды мен осылайша кесетін боламын, немесе жарты сақиналарға да кесуге болады. Табаға май құйып қыздырамын. Майымыз қызған кезде тауықты салып қуырамын. Сарғыштау болғанға дейін жақсылап қуыратын боламын. Мінекей бір жағынан жақсылап тұрып қуырылды. Енді міндетті түрде екінші жағынан да дәл солай қуырамын. Сарғыштау түске дейін қуырылған тауықтарымызды табадан алып тастаймын әзірге. Және пиязды саламын. Табаға жабысып қалған тауықтың қалдықтары пиязбен бірге алып тасталынады. Осылайша қуырамыз. Пиязымыз да сарғыштау түске дейін қуырылу қажет. Мінекей пиязымыз қуырылды, енді үстіне қаймақ қосамын. Қаймақты салуды аямаңыз, көбірек болған кезде өте дәмді болады. Қаймақ пен пиязды араластырамын. Үстіне су құйып қайнатамын. Осы кезде дәміңізге қарай тұз қосуға болады. Енді табаға біздің тауықтарымызды салып, қақпаның астында 20-30 минуттай пісіремін. Тауық еті дайын болды. Осыған кез келген гарнирді, пюре болсын, макарон болсын дайындауға болады. Тіптен соусына нанды батырып жесеңіздер де өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деп сенемін.